сетевой маркетинг бастап жатсаңыз, маркетинг емес, сетевой бизнес. Сетевой бизнестің бастау кезінде қандай контент салу керек? Осыған байланысты мен сізге қазір 9 контенттің тақырыбын бергім келіп тұр. Мысалы, мен қазіргі кезде оқытып жүрген оқушымның нақты оқытып жатқаны, нақты үйретіп жатқан D3 мысалы витаминін алатын болсақ, осы D3 витаминіне қандай контент құру керек, қандай контент адамдар күтеді. Нақты өзінің аудиториясына сай контент құратын боламыз. Ең бірінші аудиториясын тауып алу үшін ол аудиториясына сегмент жасау керек. Ол сегментті мен басқа сабақта, басқа рилста бөліскен болатынмын. Соны төменге түсіп қарасаңыздар болады аудиторияның сегменті туралы. Ал қазіргі кезде мен сіздерге нақты қандай контент ұсынуға болады сетевой бизнесқа. Біріншіден, қандай өнімді салайын деп жатсыз, сол туралы ақпарат бергеніңіз дұрыс. Бұл өнімнің құрамын айтсаңыз болады, қандай өнім. Соның ішіне енді көп 1 минут, 2 минут сөйлемей-ақ, нақты, четко астына құрамын жазып жіберіп, ішіне қандай өнім адамға қандай пайда береді. Осыны нақты көрсеткеніңіз дұрыс болады. Біріншіден, сонда ғана сіз өз аудиторияңызды таба аласыз. Мысалы, D3 дейік. Екіншіден, не үшін бұл өнімді мен сатып алуым керекпін? Оның құндылығы нақты именно осы өнім маған қандай эффект береді? Не үшін мен осы компаниядан сатып алуым керекпін деген сұраққа жауап құндылығын көрсете отырып, осыған видео түсірсеңіз. Одан кейін мысалы құрамы табиғи деген сияқты. Мысалда белгілеп кетейін, адамдарға түсінікті болу үшін. Келесі бізде айырмашылығы, басқа компаниямен айырмашылығы қандай? Айырмашылығы басқа компаниямен. Не үшін именно осы өнімді біз таңдау керекпіз? Соның айырмашылығын көрсетсеңіз. Одан кейін мықты ұсыныс берсеңіз. Мен осы өнімді сатып алғанда деген сияқты қасына бір сыйлық болсын, ұсыныс болсын. Немесе скидка деп айтады мысалы. Ол тек қана скидка тек ақшамен емес. Именно мүмкін сіз пайдалы ақпарат бере алатын шығарсыз. Оның мысалы анализін зерттеп бере алатын шығарсыз. Мүмкін сіз тағы да бір өнім туралы ақпаратты, мысалы ақпараттардың барлығын тегін ол кісіге нақты оған қандай витамин ішу керек туралы ақпаратты тегін берем деп, қасына осындай ұсынысты қосып берсеңіздер, сіздің нақты контентіңізді көп адамдар қаралым болатынына кәдімгідей өзіңіз көзіңіз жетеді. Келесі мықты доставка. Мықты ұсыныс дедім, доставка мына жерде. Доставка. Қазіргі заманда көп адамдардың қолы бос емес. Сондықтан да ол үйіне дейін доставкамен келгенді жақсы көреді. Сондықтан да осы доставканы да бөлек осындай видео қылып айтсаңыздар, ол плюс болады. Келесі өнім пайдалы ақпарат. Тоже осындай пайдалы ақпарат. Қандай пайдалы ақпарат бере аласыз? Басқа өнім туралы ма, немесе осындай бір пайдалы ақпаратты көрсете алсаңыз, осы өнім туралы, немесе екінші өнім туралы. Келесі өзіңіз, отзыв. Келесі анемия неге болды? Себебі D3. Тоже пайдалы ақпарат. Бұл пайдалы ақпаратқа да сіз нақты тақырып таңдау керексіз. Бұл тақырып, мысалы, анемия не үшін болдың деп ойлайсың?
себебі сенде D3 витамині жетіспейді деген сияқты нақты бізге осындай сұрақты жазып алу керек. Осындай сұрақтан бастау керек. Осылай D3 витамині жетіспейді деп нақты ол осы витаминді не үшін ішуім керекпін? D3 витаминін іше отырып, сіз өзіңіздің денсаулығыңыздың тек қана анемияның кетуін емес, D3-ді де толықтыра отырып, сіз организміңізді жақсы этапқа келтіресіз деп шешімін бересіз. Шешім бересіз. Сондықтан да осы эффект өте жақсы адамдарға өтетін болады. Келесі сертификат. Біздің Қазақстанға сертификаты бар ма? Рұқсат қағазы бар ма?